Ва бил валидейни ихсана деп келеді. Ата-анаға ең көркем түрде жақсылық жасау. Олардың алдында еліп тұру. Еш уақыт қарсы сөз сөйлемеу. Көбінесе сыртқы адамдарға көп адам жақсы болып көрінуге тырысады, кемшілігін көрсетпейді, жақсы сөйлейді, сыпайы болады, сыйлайды. Бірақ ең бірінші біздің жақсылығымыз ол ата-анамызға деген ең көркем түрде жақсылық. Олардың біреуі немесе екеуі сенің қасыңда кәрілік жасына жететін болса, қараңыздар. Неге біреуі және екеуі деді? Біреудің анасы кетеді, әкесі қасында қалып қалады, кәрі екесі. Біреудің әкесі кетеді, анасы қасында қалып қалады. Біреудің екеуі де қасында болады. Ғайындака деген сенің қасыңда. Өйткені біз кішкентай болдық, адам баласы 4 түлік малдың төлі сияқты бірден аяғына тұрып, жем-жеп, шөп-жеп кете бермейді. Ол қамқорлыққа мұқтаж. Осы кезде сіздің мұқтаждығыңызды себепші болатын ол сіздің ата-анаңыз. Әкеңіз асырайды, анаңыз бағат, түн ұйқысын 4 бөледі, тар құрсағын кеңітіп босанады, тас емшегін жібітіп емізеді. Бірақ қартайған кезде бала сондай жауап бере алмай қалады екен. Ата-анаға еш уақытта Құранда балаңа жақсылық жаса деп айтпайды. Өйткені табиғатында Алла Тағала әрбір ата-анаға балаға деген жақсылық салып қояды. Бірақ бала ұмытып кететіндіктен ата-анаға жақсылық жаса. Маған және әке-шешеңе шүкірлік ет деп ескертеді Құранда. Омардың кезінде бір кісі болады екен, анасы қартайып қалған. Сөйтіп қызмет етеді анасына. Қызмет етіп біраз уақыт жүргеннен Омардың алдына келіп, "Ей Омар, менің адам әбден қартайды. Отырса тұра алмайды, тұрса отыра алмайды. Бүкіл қажетін мен өтеймін. Тамағына шейін шайнап берем, төсегін салып берем. Бір жерге барам десе көтеріп алып жүрем. Мен анамның алдында хақымды өтей алдым ба?" деген кезде Омар жоқ деп басын шайқайды екен. Неге дейді ғой? Өйткені дейді, сен жасап жатқан нәрсеңді сен кішкентай болған кезде анаң да жасады емес пе дейді. Анаң да жасады ғой сол нәрсені. Бірақ анаң мен сенің екі ортаңда қандай айырмашылық бар білесің бе дейді. Қандай деген кезде, сенің кішкентай кезіңде астыңды тазалап жатқан кезде анаң сенің өмір жасыңның ұзақтығын қалайтын еді дейді. Сен соны жасап жатып, бүгін ертең жүріп кетеме деп оның өлімін күтіп отырсыз деп айтқан екен дейді. Уаля тақуллахума уффин, оларға уф деп те айтушы болма. Ар жағын білесіз енді. Уф дегеннің өзі үлкен күнә. Уаля танхархума дейді Алла. Оларға зекіп сөйлеме еш уақытта. Жүрегіне қаяу түсірме. Бала кішкентай кезде мен ананы қалаймын, мынаны қалаймын, кәмпит жегім келеді, балмұздақ жегім келеді деп айта алады. Бірақ ата-ана баласының көңіліне қарайды да қартайғанда өйтіп айта алмайды. Көңілін сіз өзіңіз табуыңыз керек. Ана, мына нәрсе керек пе, не істегіңіз келіп тұр, демаласыз ба? Қандай тамақ жегіңіз келіп тұр деген нәрсе сіздің аузыңыздан шығу керек екен. Құрбыларын қонаққа шақырып алдасам да бір сөйлестіріп деген сияқты нәрсе айта алмайды оның барлығын.